жан тебіренте терең сезімге бөлейтін келісті өрнек Шараның бойынан айқын танылды. Сахнаның еркесі де, сәні де Шара. Оның сезім сергітетін шыншыл өнері мен қайталанбас істаңбасы мейлінше жарқырап көрінді. Бұл талант иесінің туған халқына қалтқысыз қызмет етуінің тамаша үлгісі деп сипаттаған жазушы Ғабит Мүсірепов. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі танымдық сабағымыздың тақырыбы қазақ би әлемінің падишасы Жиенқұлова Шара Баймолдақызы туралы болмақ. Шара Жиенқұлова 1912 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Шараның әкесі Баймолда өңірге аты танымал молда дін адамы болған. Бәйбішесінен 14 қыз көріп, бір ұлға зар болған Баймолда орта жасқа келгенде Тыныбала деген сұлуға үйленеді. 15-ші қыз болып дүниеге Гүлшара келеді. Ол алғаш рет сахнаға 13 жасында шыққан. Көпшіліктің мақтауын естіген ата-анасы қызының бұл әуестігіне қарсы болмайды. Осылайша Шара Жиенқұлова 1928 жылы актер-режиссер Құмранбек Жандарбековке тұрмысқа шықты. Өнер адамы Шараны үлкен өнерге алып келді. 1929-30 жылдары Қазақ педагогика институтының тарих факультетінде оқыды. Өнер жолын Қазақ драма театрынан бастады. 1934 жылы музыкалық драма театрына ауысты. Мұнда Әуезовтің Айман-Шолпан музыкалық драмасында, Брусиловскийдің Қыз жібек, Жалбыр және Ер тарғын операларында ұлттық билерді орындады. 1936 жылы Мәскеуде өткен қазақ әдебиеті мен өнерінің онкүндігіне қатысып, ұлттық би өнеріміздің әсемдігіне өзге халық өкілдерін тәнті етті. Қазақтың тұңғыш ұлттық балеті Қалқаман мамырда Мамырдың партиясын орындады. 1940-1962 жылдары Қазақ филармониясында қызмет етті. 1962-1966 жылдары Қазақтың ән-би ансамблінің жетекшісі болды. 1966-1975 жылдары Алматы хореографиялық училищесінің директоры болып жұмыс істеді. Осы жылдары ұлттық би өнерін дамыту үшін ел аралап, халықтың әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, халық билерін зерттеді. Соның нәтижесінде Тәттімбет, Айжан қыз, Қара жорға, Қырық қыз билері дүниеге келді. 1966 жылы Болат Аюханов Шара Жиенқұловамен бірге Қыз жібек балетін қойды. Шара Жиенқұлова осы еңбегі үшін 1968 жылы Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. Одан бөлек Ленин орденімен 2 рет еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендерімен, медальдарымен марапатталған. Шара Жиенқұлова би өнерінде ғана емес, кинематография саласында да өз ізін қалдырған шебер. Оның Дала қызы, Біздің сүйікті дәрігер фильмдерінде сомдаған рөлдері әлі күнге дейін көрерменді тәнті етіп келеді. Сондай-ақ қазақтың ұлттық кино өнерінің баспалдағы саналатын Амангелді көркем фильмінде ойнаған Балым образы арқылы талантты актриса ретінде танылды. Шара Жиенқұлова мұрасының көп бөлігі қазіргі заманғы балетмейстердің жұмысына негіз болды. Бұл оның орындаушылық шеберлігі, оқыту әдістемесі, балетмейстерлік жетістіктері туралы жазылған еңбектері еді. Ол 1955 жылы қазақ билері және 1980 жылы бей құпиясы кітаптарын жазды. Шара Жиенқұлова мұрасының көп бөлігі қазіргі заманғы балетмейстердің жұмысына негіз болды. Бұл оның орындаушылық шеберлігі, оқыту әдістемесі, балетмейстерлік жетістіктері туралы жазылған еңбектері еді. Ол 1955 жылы қазақ билері және 1980 жылы бей құпиясы кітаптарын жазды. Биші 1991 жылы 78 жасында өмірден өтті. Өнер махаббат, махаббат өнер. Қазақтың тұңғыш кәсіби биші қызы Шара Жиенқұлова барша өмірінде осы екі қасиетті бойтұмардай қастерлей білді. Осындай қазақ би өнерінде мәңгілік өшпестей із қалдырған қазақ би өнерінің падишасы.